жер сары тап боп сақталған, тас таңбада тағдыр болып қатталған. Зар заманда сүргін көрген елімнің тарихысын ащы сырын ақтарған. Кебіс, шоқай, жалаң аяқ іздердің білмейміз-ау ізекенін кімдердің. Жер қойнауы құпия ғып жеткізді белгісіндей сонау өткен күндердің. Мың 1910 жылғы сталипендік режим мен 1916 жылғы қанды дүрбелеңнен запы болған қазақ халқы қазан төңкерісін шешесі базардан келген баладай қуана қарсы алғаны даусыз. Ата-бабамыз сан ғасырдан бері аңсаған теңдік пен бостандықты кеңестік жүйенің керауыз үгітшілері бере салады деп сенгені ақ көңіл елдің тағы бір аңғалдығы еді. Бірақ өгей шешенің базардан қапқа толы базарлық емес, қанға шыланған қызыл жалау мен қан аңсаған қара қылыш көтеріп келгенін сәби жүректі бала мінезді халық кеш түсінді. Патшалы Ресей кезінен ерлігі мен еркіндік үшін жан кешті ереуілдерімен аты шыққан Маңғыстау елі ерекше аймақ делініп, арнайы бақылауда келді. Орталық Ресейде қазан төңкерісі жеңгеннен кейін 15 күн ішінде Адай өңірінде кеңес үкіметінің орнауы жаңа өкіметтен үлкен үміт күткен еркіндік сүйгіш елдің риясыз сенімі еді. Әліби Жангелдиннің Астраханнан Түпқарағанға келген интернационалдық отрядын Тобанияз Әлниязұлы бастаған Адай елінің айтулы азаматтары салтанатпен қарсы алып, ас ауқатын, күш көліктерін алдарына тосты. Тіпті жолбасшы болып, сонау Шалқарға дейін шығарып салды. Әліби Жангелдин осы өңірде адайлардың алғашқы съезін ашып, Маңғыстау революциялық комитетін құрды. Оның тұңғыш төрағасы болып Тобанияз Әлниязұлы сайланды. Алайда тарихта тағдыр тауқыметін көп көрген Маңғыстау Атырау елінің бұл қуанышы да ұзаққа бармады. Кеңес үкіметінің Қазақстандағы алғашқы қадамдары сәтсіз басталған жоқ. Қазақстан Қазақ өлкелік комитеті болып қайта құрылды. Астана Қызылордаға көшіріліп, Қазақ Орынбордан айырылып қалса да, Қазақ АСР-ның 5-ші съезінен кейін Қырғыз Қайсақ лақабатынан құтылып, Қазақ деген тарихи атын қайта алды. Егін шығымды боп, қамба дәнге толды. Төл саны 2 есе өсіп, жайлау малға толды. Бірақ көп замай қазақ аспанын қара бұлт торлап, бейбіт даланың астан кестеңін шығарды. Аузын арандай ашқан ашаршылық жалмауызы есеңгіреген елдің есін жиғызбай жалмай бастады. Ол жалмауыздың түсі теке сақал Голошокин бейнесі болып халық жүрегінде өшпес кек қалдырды. Филипп Голошокин Қазақстанға басшы болып келген күннен бастап, қазақтың біртуар азаматтары мен зиялылары қайранға шыққан балықтай биліктен ығыстырыла бастады. Қызыл саясат қылышына ілікті.
Қанға құныққан қорқаулардай аласұрған Голошокин тобы енді халықтың ең жанды жеріне ауыз салды. Қазақтың ғасырлар бойы бірден-бір тіршілік көзі қолындағы малын тартып алып, зорлап ұжымдастыру науқаны басталды. Қазақ ауылы октябрь лебін сезген емес. Тап тартысы байқалмай. Құлақтардың мал мүлкін ортаға салу болған жоқ. Ауылда коммунистер атымен жоқ. Қазақстанда кіші октябрь өткізу керек. Егер ол азамат соғысына айналса, біз одан тартынбаймыз. Филипп Голощекин. Коллективизация деген 1000 жылдап бұрын өз тарихында қазақ елі көшпелі, жартылай көшпелі, жартылай отырықшылы болып келген ел. Сонау Алатаудан бастап Арқаны асып, Батыс Сібір, сонау Байқал көлдеріне дейін көшіп қонып жүрген ел өзінің табиғи жолыменен, табиғи тұрмыс дәстүріменен соны әкеліп қыспаққа салып бір жылдың ішінде, тіптен бір айлардың ішінде жаппай отырықшылыққа көшірмекші болды. Бұл мынау Филипп Исаевич Голощекиннің Қазақстанға патша болып келуі дәуірінен басталды. Торғай облысының Бақбаққара көтерілісі 1929 жылдың қараша айында басталды. Ақсақалдар үштіге құрылып, 300 адам қатысқан мешіттегі сайлауда Бармақов Омарбай хан сайланды. Шу өңірінің көтерілісі 1930 жылы 20 ақпанда басталды. Көтерілісшілер Саурықбаев Тілеуқұлды хан етіп сайлады. Ағайынды Әлібек пен Әбдірахман Нұрабаевтар уәзірлікке сайланды. Адай руының атынан Қайнарды өткен мәжілісте Боқмаш Шоланұлы хан болып сайланды. 4 кісі ханның кеңесшілері болды. 1930 жылы 7 ақпанда көтерілісшілер Созақты басып алды. Сұлтанбек Шонақовты хан сайлады. Атқару комитетінің төрағасы Қаңылбаев, халық соты, аудандық партия комитетінің жауапты хатшысы өлтірілді. Голощекиннің қанды көйлек досы, туысы, талай рет түрмеде бірге отырған Яков Константинович Сверлов былай дейді. Оның жағдайы жаман. Ол барып тұрған қозба жын, қояншық ауруына шалдыққан адам. Енді мезантропқа айналып, адам біткенді өлік көретін жат бауыр болды. Өз сөзінен өзге сөзді тыңдамайтын өргөкірек хатшы ой түкпірінде жатқан диктаторлық пиғылын іске асыру үшін Сталинге хат жазды. 15 мен 23 қараша аралығында өткен ВКПБ бүкіл қазақстандық 6-шы конференциясында 6 сағат сөйлеп, сөз соңында жауапты хатшының хатын оқыды. Онда былай делінген еді. Жолдас Голощекин, менің ойымша, бұл хаттағы белгіленген саясат бірден бір негізгі әрі сенімді жол болып табылады. Иосиф Сталин. 28 жылғы байларды жер аударды. Олар Совет өкіметі бірінші 28-ден бастады. Бір байларды, оны жер аударды, Орал кетті, Сібер кетті. Міне онан басқа бізден жақсылық не көрдік Совет өкіметінен? Не болды? Мұнан сонан басталып, бізге келді екінші байға. Сол екінші байдың тұқымын қойын мен енді. Міне екінші байдың тұқымын жас кезім 12 жас 13, 14 ия. Соныменен сөрді жаңағы көрмегенді көрдік, ұстап алды да
Совет адамы. Ұстап мал, мүлкінің, дүниеңнің бәрін тартып алды сөз. Біз де баймыз. Біз 4 ағайынды атамыз. 4-еуі де бай, жекеше. Жекеше қылды бәрінде. Мұнда келгесін жекеше қылып, мені ерден алды ғой. Сол енді қашып жүрміз, көшіп жүрміз, тек қайерге қонып атқан, қайерге көшіп атқан, тек босып, содан тек түп көтере тек сол ауылымыз көшті ғой бері қараса, екінші ауылымыз деп. Көшірді жаңа қышады. Сонымен шешем бір айға жақын ауырып, шауырменен тұрамай, жүремай қалдық. Ал өлген адамдарды көрсең, кәдім қосақтаған қойдай. Оның ішіне жанасы біреу көп қалыңғадай нағып olsun деген жоқ. Неге деген жоқ, адам жоқ, бас көтетін. Ешкімге ешкім қарамайды. Сонымен шешемен ауырып, сонымен күтіп жаттым, тұрамай қалды, бұлайды тұссап су қайнатамыз. Жаңа бір ұс талқанды бұлай себеміз. Талқан сеуіп, көлігіміз, ауқатымыз сол. Тұз табылса кәдім қоңыр қойдың етіндей. Сөйтіп жаңағы шешеменен бірнеше күнге дейін жатып, бешере қайтыс болды. Сонымен қайтыс болғаннан кейін өзім шамам келгенше жер бетіне жорашақтай жер қазып, соң шөлге жаңағы апарып көмдім, сүйреп барып. Қыстың күні, қақаған қыста жұрттың бәрінің малын бір қораға жинап алып, не базы жоқ, не шөбі жоқ, не қорасы жоқ, соның бәрін ортақтандырып қойды дағы, әркімге, әр үйге одан тысқары жүн салығы деген салық. Қыстың қақаған ортасында. Қыстың күні қойыңды қырқып алып жүнін бер дейді. Ол қыстың күні қырқылған қой өліп қалмай ма, арам өлмей ма? Жүн салығы деген болды, тұяқ салығы деген болды, мүйіз салығы деген салық салды. Жындының жұмысы демеске ләжің жоқ. Бірақ сондай қиянат жасады. Мысықтың терісін тауып бір, иттің терісін тауып бір, табылса қойдың терісін тауып бір. Әрбірден кейін сақалыңа дейін қырқып алып, соны жүнге өткіз. Мінекей не деген сұмдық бұл? Созақ көтерілісіне байланысты тұжырта айтқанда, жинақтай айтқанда, мен жаңа бала кезден көкірегіме қалған нәрсе советтік системаның жаңағы коллективтендіру деген саясаттарын бәрін оқып келіп, мен жаңағы Жүсіп Оспан деген қарияны еске алдым. Сол кісі интернационалды айтады да жылайды. Онан кейін оңаша шығарып, неге жылайсыз енді? Интернационалды айтқанда қуанып жұрт өрленіп тұратын еді ғой. Интернационалды айтуын айттым ау, бірақ сол интернационалдың алып көп адамның қаны кетті ғой. Нақақ кетті. Мен сол үшін жылаймын. Соның куәсі болғаным үшін жылаймын дейді. Маңғыстауда жойқын шабыс, аттандаған ащы дауыс Қаратауды жаңғыртты. Шығысында Алтай тулап, күңіреніп арқа шулап, дабыл қақты Алатау. Қилы кезең, қызыл қырғын, Семей көкше қуғын сүргін, буырқанды көк теңіз. Алталаштың баласына, қазақтың кең даласына қасіретті күн туды. 31 жылы осы Порт Шевченкідегі түрмеде 200-300 деген адам түрмеге қамалып отырған.
түрме олардың ортасында аштық басталған. Сол себепті 1931 жылы 10 маусымда 60 адам түрменің түбін қазып, қашып шығып, бірақ қарауылды өлтірмей, қарауылдың қару-жарақтарын алып, елдің ортасына сіңіп кеткен. Елдің ортасына барғаннан кейін 2-3 ай дайындалып, 12-10 шілдеде Порт-Шевченко қаласындағы қызыл әскерлердің қорғанына шабуыл жасаған. Созақ көтерілісі басылғаннан кейін Созақ көтерілісіне қатысты деген адамдардың ұрпақтарын, олардың өрім-бұтақтарын, шамал дәулетті адамдарды түгелдей дерлік осы ордың айналасына жинақтай бастады, көшіріп әкеліп. Коллективтендіру деген шықты. Мен осы коллективтендіруде үйлерді, әр жерде ауыл-ауыл болып, таудың жыраларында тұрған үйлерді көшіріп әкеліп, тура осы мына далаға, екі далаға көше етіп отырғызып қойып, жаңағы мынау неге Созақ көтерілісіне қатысты Байқұлақтың тұқымы дегендерді тура осы ордың өзіне ұстаған ішіне. Бұдан шығармайды. Ауқатына да қара нанменен бір бөшке су береді екен. Бір сүткесіне, бір жапырақ қара нанменен. Әлі сонда сол адамның барлығы жазықты емес. Барлығы сол Созақ көтерілісіне қатысқандар емес. Соның балалары, соның ағайындары, соның жақындары солар болған. Мынау қатысты осының әулеті десе бітті әкеліп көшіріп қондырғандағы егесін жаңағы шұңқырға қамап қойған. Екі басында мылтықпенен милиция отырған жаңағы белсенділердің. Ал енді белсенділер олардың кішкене бұлай қыздарын, келіншектерін ойларына келгенін істеген. Мырзахмет деген би болған, оның екі інісі болыс болған, Мамыт, Әли деген. Сол уақытта 29-30 жылдары ол кісі ұсталып кеткен. Ұсталып кеткенде өзі келіп ұстап әкеткен жоқ. Ол кісіні жаңағы сол уақытта мына ауылда атқосшы деген болатын. Байлардың қасында жаңа переводчик дейді ғой енді орыстар. Соларға жаңағы сол кісі жүретін, жаңа орысшаны қазақша аударып, қазақшаны орысша аударып жүретін жігіт. Сол кісі келіп, үйіне келіп отырып жаңағы енді Совет үкіметі құрылды. Біздің баяғы заманымыз жақсы ма еді, әлде бұрынғымыз қазіргі жақсы ма дегенде, енді бұрынғымыз жақсы ма, қазіргіміз жақсы ма деген. Сонда ол кісі енді отырып, әлбетте бұрынғы заманымыз жақсы еді деп сөйтіп айтқан екен. Содан не керек, соны естіп алып, жаңағы атқосшы кетіп, енді жеткізген болса керек екен оның бәрін. Кейін бір күні бұл кісіге хабар келеді. Осындай не дейсің, Мырзахмет биді алып кетейін деп жатыр келіп дейді. Содан бұл кісі енді ойланып, мен бүйтіп олардың жаңағы қызыл жағалылардың алдына түсіп, елге масқара болғанша, мен өзім барғаным дұрыс шығар деп, елге жаңағы құдайысын беріп, асын беріп, киімін таратып, содан өзі киініп осы жердегі Шымкенттің үлкен түрмесіне өзі келіп түседі. Созақ көтерілісі, Адай көтерілісі, Шұбартау көтерілісі, Шу көтерілісі, Торғай көтерілісі деген көтерілістер дүмпу болып жатқан. Бірақ амал не? Зеңбірекке қарсы садақпенен, найзамен қарсы шыққан халық қалай шыдайды? Баяғы осының барлығы анау Америкада қызыл терілі біздің бұрынғы атам заманғы туыстарымыз индустардың тағдырын көзге елестетеді. Олар жаңағы зеңбірекпен, мылтықпен қаруланған басқыншыларға қарсы садақпен күресті ғой, найзамен күресті ғой. Осындай жанқиярлықпенен сақтап қалған елдің әрбір сүйем жерін сүйіп өсу керек біздің ұрпақ. Оның бір уыс топырағын қастерлеу керек. Сонда ғана біз ел бола аламыз. Өйткені бұл жер жай топырақ емес, біздің ата-бабаларымыздың қанына шыланған, сонымен тыңайтылған жер осы. Соны сақтау, соның қадір қасиетін білу, оның әрбір бір түйір тасына дейін сүйіп өсу, оны қастерлеу, оны сақтау біз үшін Құдайдың өзі, әруақтардың өзі жүктеген міндет. Созақ көтерілісіне қатысты бір тарихи мынандай бір мәні бар.
Бұл тұрған жеріміз Қарабура әулиенің мына жатқан жері, мына соның кесенесі. Ал енді 1928 жылдан бастап бұл өлкеде мына дінге, мынау байға, содан соң жаңағы сондай ауқатты адамдарға, жағдайы бар адамдарға қарсы мынау үлкен күрес ашылған. Соның ішінде әсіресе осы Қарабураға да үлкен жаңағыдай соққылар болған. Осының жанында үлкен мешіт болған. Тіпті 2 қабатты кәдімгі айт намазы, ораза, міне осының барлығы осы жерде өткізіліп отырған. Міне осының барлығы келе жаңағыдай тіпті керек емес деген кезде, міне 30 жылы көтеріліс басталып кеткен кезде, жаңағыдай қарқын жүріп болып кеткен кезде, міне осы неге келіп тығылған адамдар. Жаңағы Сұлтанбек ханның адамдарынан қашқан белсенділер міне осы есіктен аттап кіріп, еңбектеп кіріп, міне осы жерге жеткендер аман қалғанда, осы жерге жеткендер аман қалған. Ал енді мына сыртындағылардың барлығы жаңағыдай жазаланған. Ашынған, ашыққан халық Қазақстан өлкелік комитетіне хаттар мен арыздарды толассыз жіберіп жатты. Зиялы оқыған азаматтардың ішінен алғашқылардың бірі болып 1929 жылы Қадыр Қуанышев, Мансұр Ғаттаулин, Емберген Алтынбеков, Мәтеш Дәулетқалиев және Ғабит Мүсірепов Қазақстан экономикасы мен ауыл шаруашылығына терең талдау жасап, өз бастарын қатерге тігіп, Голошокиннің атына хат жолдады. Кейін осы топтың ішінен репрессияға ұшыраған Ғаттаулин сот алдында былай дейді. Мыналар халық жаулар емес, мен жаумын. Сондықтан мен соттыңдар. Ондай жау болуым командировка мен Қарқаралы маңындағы кент елді мекеніне келгенімде басталды. Машинадан түстім. Ұзыннан салынған қора ғана тұр. Есігін ашсам, ішінде өліктер жатыр. Үлкен қораның іші қатар-қатар жиналған мәйіттерге толы. Кейбірінің көзі ашық. Әне-міне өлетіні көрініп тұр. Сол күннен бастап мен халық жауларының жауы болдым. Осы қалада да аштық болды. Қалада өздерінің малдарын сойып жеуге рұқсат етпеді. Осы қалада Әлібай дейтін қаланы басқарып отырып, осындағы тәртіпті орнатты өзінше. Себебі Әлібай күндіз малы бар деген үйлердің таңертең ерте тұрып келіп қазандарын қолымен жалап қарайды екен. Себебі түнде мал сойған үй болатын болса, онда қазанда майдың дағы қалады деп есептейді екен. Егер сондай болатын болса, ол үйдің адамын ұстап алып түрмеге жабады екен. Менің атымды атап, туған жерімді көрсетпей-ақ қой. Осы теріскейден тарағанбыз. Еліме қиянат пен озбырлықтан басқа еш нәрсе істемеппін. Менде адамның жер басып жүруінің өзі артық. Мына бір оқиға есімнен кетпейді. Созақ көтерісінен кейін қашқан бандыларды іздеп ауыл-ауылды кезіп кеттік. Бір шағын ауылға 2 жігіт келсек, киіз үйден егде кісі шықты. Сенің үйіңде жасырынған банды бар деп, әлгі кісіні әбден сабап, үйдің сыртына керегеге байладық. Әкесіне ара түсіп, шырылдап жүрген жас қызға көзім түсті. Серігімді басқа үйлер қарап кел деп жұмсадым да, үйдегі қызды зорладым. Ісімді бітіріп шықсам, әлгі адам, айуан, бірінен безген кісәпір, лағнет атсын, ұрпақсыз өт, қызым мен бүйтіп қарай бет қылғанша атып кет деп жалынды. Сол дауыс құлағымнан кетпейді. Мен халықтың қарғысына ұшырағандықтан дүниеден ұрпақсыз өтіп барам. Мен колхоз қозғалысын одақтың өзге аймақтарына қарағанда бізде баяу жүретін болады деген пікірді естідім. Мұндай пікірді теріс деп білемін. Филипп Голощокин. Семей облысының бұрынғы Шыңғыстау, Абралы, Шұбартау аудандарында Ақсиыр көтерілісі деген дүмпудің басталуы 1931 жылдың қазан айына дөп келеді.
Қазан айының алғашқы күні 80-нен асқан атақты ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы Шақпақтағы қорасынан қасындағы 4 адаммен Керегетасқа бет алады. Жолда 15 шақты адаммен келе жатқан Шыңғыстау аудандық НКВД бастығы Қарасартыпты көрген соң сәлем бермекші болып ат басын бұрады. Аудандық НКВД тобының белді мүшесі Хамитов ақынды көрген бойда ешқандай сөзге келместен атып атынан құлатады. Ақын денесін айуандықпен сол маңдағы құдыққа тастап кетеді. Бұл оқиғаны естіген халық дүр сілкінді. Шу өңірінің Долаңғара тауының баурайында Сауранбаев Тілеуғабыл бастаған көтерілісшілер қолға түсіп, 12 адам сотталды. Басшылары түгел атылды. Сматай Өрсеков бастаған Сары кемпір және Қара кемпір ұруының адамдары оғы-пуғы ұстатпай Серкетас тауын уақытша паналап, сосын түп-түгел Қытай асып кетті. 1928 бен 32 жылдар аралығында туған елінен тысқары кеткен 1.300.000 адамның 414 мыңы кейін қайтып оралды. 616 мыңы о дүниелік болды. 100 мыңдайы Қытай, Моңғол, Ауғанстан, Иран, Түркияға өтуге мәжбүр болды. 1930 жылғы санақ бойынша қазақтардың саны 5.873.000 болса, 1933 жылғы санақта 2.493.000 ғана болған. Небәрі 3 жылдың ішінде 3 миллионнан астам адамға кеміген. Соның ішінде 2.500.000 қандастарымыз Голошокин зобалаңы тұсында құрбан болды.